Баршаңызға сәлем, сіздермен Айғаным, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте жұмсақ болатын және де ауызда еритін малиновый пирог с безе дайындаймыз. Керек заттар тізімін төменгі описанияға қалдырамын, достар. Алдымен ыдысқа бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Үстіне кішкене тұз және де қант салып миксермен ағарғанша жақсылап араластырамыз. Бізге 4 жұмыртқа керек. 4 жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп алып, біз осы пирогқа тек қана сарысын қосамыз. Енді сарысын майдың үстіне біртіндеп салып жақсылап араластырамыз. Содан соң үстіне сүт құямыз. Жақсылап араластырып болған соң електен ұнды өткізіп қосамыз да үстіне 1 шай қасық қопсытқышты қосамыз. Бір келкі болғанша миксермен жақсылап араластырамыз. Егер қамырларыңыз қою болса, кішкене сүт қосуға болады. Міне біздің пирогымыздың қамыры осындай болу керек. Енді диаметрі 24 см болатын формаға салып, бетін тегістеп шығамыз. Енді пирогтың бетіне малина саламыз. Малинаның орнына шие немесе құлпынайды қоссаңыздар болады. Енді осыны 180 градусқа 15 минуттай пісіріп аламыз. Енді безе дайындаймыз. Ол үшін құрғақ ыдысқа 4 жұмыртқаның ағын салып, кішкене тұз салып, миксермен ең төменгі жылдамдықты араластырамыз. Осылай көпіршігенде аз-аздан қантты бөліп қосамыз. Біздің безе өзінің формасын жақсылап ұстау керек. Біз безені дайындап болғанша пирогымызда пісті. Беті осындай ақшыл болады. Енді үстіне безені салып, бетін тегістейміз. Содан соң үстіне малинаны қойып шығамыз да тағы да 15 минуттай пісіріп аламыз. Міне достар, біздің пирог дайын, өте әдемі болып шықты. Суығаннан кейін үстіне қант ұнтағын себеміз. Бұл пирогтың дәмі шынымен де ауызда ериді. Отбасыма өте қатты ұнады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер, достар. Сіздермен болған Айғаным, сау болыңыздар.